Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз Pascal бағдарламалау тіліндегі кейс операторына, яғни таңдау операторына арналады. Сонымен біз бастаймыз. Кейс таңдау операторы Pascal бағдарламалау тіліндегі негізгі операторлардың бірі болып табылады. Жалпы бұл кейс таңдау операторы if шартты операторының басқа түрі болып табылады. Кейс таңдау операторы негізінен ұйымдастырылу жағынан да, логикалық құрылымы жағынан да, жалпы if шартты операторына өте ұқсас. Негізінен дәл сол оператордың басқаша түрі деп айтсақ та болады, екінші түрі деп айтсақ та болады. Жұмыс принципі де өте ұқсас. Осы кейс таңдау операторымен шешуге болатын мәселелерді, бағдарламада шешуге болатын мәселелерді if шартты оператормен де шешуге болады. Алайда кей жағдайларда осы if шартты операторын қолданғаннан гөрі кейс таңдау операторын қолданған бізге әлдеқайда ыңғайлы және былайша айтқанда керекті болады. Өте ыңғайлы болады бізге. Сол үшін де бүгін біз сіздермен осы кейс таңдау операторының жұмыс барысымен танысатын боламыз. Жалпы оператордың синтаксисі мынандай. Жалпы кейс операторының синтаксисі бірінші кейс сөзінен басталады. Одан кейін бізде таңдау мәні жүреді. Одан кейін бізде of кілттік сөзі жүреді. Одан кейін барып бізде тұрақтылардың мәні кетеді. Сол тұрақтыға сәйкес кейін операторлар орындалады. Бізде тұрақтылардың саны өте көп болуы мүмкін. Сол үшін мына жерде n тұрақты деп қойдым мен. Әрине бұл өзіміздің жазған бағдарламамызға байланысты болады. Бізде ең соңында else кілттік сөзі кетеді. Else кілттік сөзінен кейін де қайтадан операторлар жазылады. Негізінен бұл else кілттік сөзі негізінен міндетті нәрсе емес. Алайда бағдарламамызға байланысты бұны else қызметтік сөзінде қолдануымызға болады. Көріп тұрғанымыздай тура if шартты операторы сияқты. Жалпы жұмыс синтаксисі осындай. Енді бұны жазып алыңыздар. Әрине бұл кейс операторына біз нақты бір мысал келтіру арқылы түсіндіретін боламыз алдағы уақытта. Кейс операторы end сөзімен аяқталады. Міне. Сонымен достар, кейс таңдау операторына бір нақты бір мысал келтіріп көрейік. Біз қазір сіздермен бірге қарапайым калькулятордың бағдарламасын жазамыз. Бұл бағдарлама жалпы біз берген нұсқауға байланысты сандарды қосады, алады, көбейтеді немесе бөледі. Яғни арифметикалық амалдарды орындайтын болады. Мен андай қарапайым бағдарламаның бөлігін дайындап қойдым. Бұлардың бәрі сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын. Жалпы бізде 4 айнымалы бар. Екеуі бүтін типті, біреуі нақты типті, біреуі символдық типті, яғни чар типті. Және де x-тің мәні 24-ке тең, y-тің мәні 2-ке тең. Осы біз екі санмен жұмыс істейтін боламыз әзір. Сонымен біз символды енгізіп аламыз. Символдық айнымалының мәнін енгізіп аламыз. Бұл деген сөз біз қосу немесе мына айнымалар бөлін енгіземіз. Яғни қосу немесе алу, көбейту, бөлу. Яғни арифметикалық амалдарды осы символдық амал арқылы енгіземіз. Символдық айнымал арқылы енгіземіз. Сонымен оны біз readline операторы арқылы енгізіп алдық мына жерде. Now оператор арқылы. Енді таңдау операторының өзіне жазамыз. Сонымен кейс таңдау мәні. Біз енді сол енгізілген мәнді көрсетеміз. Яғни арифметикалық амалды. Яғни с айнымалысында біз арифметикалық амал сақталады ғой, енді соны жазамыз біз. S of естеріңізде болса, бізде тұрақтылар кететін еді осы жерде. Енді біз бүйтеміз. Мысалы үшін тұрақты деп атқанымыз мынау. Плюс болатын болса, яғни қосу амалы болатын болса, онда біз не істеуіміз керек? Екі санды қосуымыз керек. Оның мәнін z айнымасын жазуымыз керек. Мен қазір негізінен бірдесін экранға шығарып жіберуіме де болатын еді, екі санды бір-біріне қосып. Мысалы үшін былай шығарып жіберуіме болатын еді. A плюс жоқ, x кешірім сұраймын, x плюс
y деп бірден экранға шығарып жіберме болатын еді, бірақ мен бүйтпеймін. Оның себебін қазір кейінірек түсіндіріп беремін. Біз бірінші екі санды қосып алайық, иә, бірінші кезекте. Оны біз z операторына жазамыз. Z айнымалысына жазамыз. Не болып кетті? Так, x плюс y. Енді келесі кезекте дәл осылай. Дәл осы сияқты. Енді минус болса. Не істеуіміз керек? Мынаны көшіріп ала салайын мен. Хоп. Яғни x санды біз алуымыз керек. Дәл сол сияқты енді арасы көбейту болатын болса, біз x санды көбейтуіміз керек. Ал арасы бөлу болатын болса, демек біз x санды бөлуіміз керек болады. Солай ғой. Әйтпесе мен қазір түсіндіріп жаза салайын. Бағдарлама кодты одан кейін түсіндіріп беремін. Әйтпесе хабарлама шығара салайық экранға. Естеріңізде болса, бұл else кілттік сөзі міндетті емес деп айтқан болатынбыз. Біз бұны қазір жазып қойдық. Кейін себебін түсіндіремін. Жалпы бұл жерде не болады енді? Қалай жұмыс жасайды? Бірінші біз мысал үшін клавиатурадан, яғни пернетақтадан мынандай плюс символын енгіземіз. Яғни плюс символын енгіземіз. Бұл не істейді? Бұл символ с айнымалысы меншіктеледі. Енді сол с айнымалысы мына жерге келеді. Яғни с айнымалысында плюс деген символ тұр. Енді осы мынамен салыстырылады. Мына жердегі мәндермен салыстырылады. Тұрақты деген мәндермен. Естеріңіз болса, синтаксисін айтқан болатынбыз, тұрақтылар деп. Осы мәнмен салыстырылады. Егер осы мәнге мынау с-дағы айнымалының мәні тең болатын болса, онда осының тұсындағы іс-әрекет орындалады бізде. Егер бұл жердегі тең болмаса, енді ол мән мынамен салыстырылады. Егер осы мәнге тең болатын болса, онда осының тұсындағы, яғни осыған тиісті мынау оператор орындалады. Яғни екеуі алынады. Дәл сол сияқты осы соңына дейін кетеді. Ал егер біреуіне де сәйкестік табылмаса, онда else операторынан кейінгі іс-әрекет орындалады. Else кілттік сөзінен кейінгі іс-әрекет орындалады. Яғни түсініксіз символ деген. Мен қазір орындап көрейін, мысал үшін. Мынаны өшіріп тастай салайын. Дұрыс айтады. Case операторы end қызметші сөзімен аяқталу керек. Естеріңізде болса. Арифметикалық амалды көрсетіңіз. Мысал үшін мен плюс енгізіп көрейін. Ештеңе орындалған жоқ. Себебі біз оның нәтижесін экранда біз көрсетіп тұрған жоқпыз. Нәтижесін көріп тұрған жоқпыз. Сол себепті мен мына жерге экранға шығару операторын қосайын. Жаңа мен айтып кеткен себебім осы еді. Экранға шығару операторын қосайын. Яғни біз нені шығаруымыз керек? Z-ті шығаруымыз керек. Барлығында дәл осындай болады. Яғни нәтижесін көруіміз керек. Бірақ тағы да осы жерде айтатын нәрсе, егер де мынау сәйкестік табылғаннан кейінгі операторлар орындалады ғой мына жерде. Осы операторлардың саны бірнеше болатын болса, яғни бізде біреу-ақ еді, қазір екеу болды. Яғни бірнеше болатын болса, онда біз бұларды естеріңізде болса, if шартты операторынан бізге белгілі begin end қызметші сөздерінің арасына алып жазамыз. Міне мен осы айтқым келген осы еді. Демек бізде бірнеше оператор болатын болса, онда біз оны begin end қызметші сөздерінің арасына алып жазуымыз міндетті. Демек begin барлығына да begin end қойып шығамыз. Begin end. Ал енді орындап көрейік. Мысал үшін плюс деген символды енгіздім мен. Міне екі сан бізде не істеді? Қосылды. Яғни 24-ті 2-ге қоссаң бізде 26. Демек, мына жерге с айнымалысына плюс деген символ меншіктелді. Ол мынамен салыстырылды да, екеуі тең болды. Ал тең болды деген сөз осы плюстің тұсындағы іс-әрекет орындалады деген сөз. Яғни плюске мынау тұрақтыға бағынышты іс-әрекет орындалады деген сөз. Ол мынау. Ол бағынышты іс-әрекет мына қос нүктеден кейін жазылады бізде. Қос нүктеден кейін осы тұрақтыға бағынышты іс-әрекет жазылады. Міне.
мынау орындалды деген сөз. Яғни екеуі қосылды, нәтижесі экранға шығарылды. Ал енді басқаларын да орындап көрейік. Мысалы үшін көбейту, иә. Екеуі көбейту 48, дұрыс шығып тұр. Ал енді басқа символ енгізіп көрейікші. Мысалы үшін қосу арифметикалық амалдардан басқа символ енгізіп көрейік. Мысалы үшін r деген символ енгізіп көреймін. Түсініксіз символ. Яғни r деген символ мына төртеуімен де салыстырылып шықты. Яғни төртеуімен де тең болған жоқ. Сол себептен де бізде else кілттік сөзінен кейінгі іс-әрекет орындалды. Яғни түсініксіз символ деген жазу экранға шықты. Әрине бұл міндетті нәрсе емес, бірақ бағдарламаға байланысты бұны қоюымызға болады. Мен қазір бұны алып тастасам да бағдарламада ешқандай қателік болмайды. Міне. Мысалы үшін жаңағыдай r деген символ енгізіп көрсем, бізде не болады енді? Ештеңе орындалмайды. Міне, көріп тұрсыздар ғой. Себебі біз else-ні алып тастадық. Ал қайтадан қосып қойсақ, бізге негізінен шамалы түсінікті болады бағдарламада. Яғни түсініксіз символ деген жазу экранға шығады. Сонымен осы case операторын қолдану барысындағы бірнеше ескеріп кететін жағдайларға біз тоқталып кетейік. Жалпы ең біріншіден, case операторының таңдау мәні бізде нақты типте болмауы керек. Осыны ескеріп жүргендеріңіз жөн. Одан кейін осы таңдау мәнінің типі менен мына жердегі тұрақтының типі бір-біріне сәйкес келу керек. Яғни бұл деген сөз, мысалы үшін мынау с дегеніміз бізде символдық типтегі айнымалы ғой. Демек, мына жердегі тұрақты да соған сәйкес символдық типтегі тұрақты болу керек. Сіз бұл жерге мысалы үшін мынандай сан жаза алмайсыз, 2 деген. Бұл бүтін сан болып кетеді. Солай ғой. Одан кейін мына тұрақтылардың мәні одан кейін бағдарлама таңдау тұрақтылардың мәні қайталанбау керек. Мысалы үшін мына жерге сіз қайтадан плюс деп жаза алмайсыз. Плюс бұл жерде тұрақтың мәні бір рет қана жазылу керек. Мен өзім бұған дәл осыларды көрсету үшін басқа бағдарлама дайындап қойдым. Мысалы үшін қараңыздар, x деген мән бізде бүтін сан, бүтін типтегі айнымалы. Демек, мына жердегі тұрақтылардың барлығы бізде бүтін сан болу керек. Орындап көрейік. Мысалы үшін 1-ді берсек, міне, мынаған бірінші 1 меншіктеледі, одан кейін 1-дің тұсындағы іс-әрекет бізде орындалады. Яғни экранға шығады мына іс-әрекет. Дәл сол сияқты мына жердегі мән егер символдық типте болатын болса, мына жердегі тұрақтылардың барлығы да символдық типте болу керек. Сондай-ақ мынау, яғни мәтіндік типте болатын болса, текст string типінде болатын болса, онда мына жердегінің бәрі мәтіндік тұрақтылар болу керек. Мысалы үшін LLL. Яғни бұл сөз ғой, яғни мәтін. Осындай типте болу керек барлығы да. Одан кейін бұл мәндерді, бұл жерде тұрақтың мәндерін біз былайша диапазондық мәндермен де беруге болады. Мысалы үшін 1 мен 10-ның арасы деген сияқты. Мен қазір сіздерге көрсетейін. Мысалы үшін мынау 20 менен 30-ның арасы болсын. Осылай да беруге болады мәндерді. Мысалы үшін мынау 30 менен 40-ның арасы болсын. Ал енді сәл бағдарламаның құрылымын өзгертіп көрейік. Мысалы үшін енгізілген сан бірінші қалай еді? 1 менен 10 арасында. Кейінгісі мысалы үшін мынау 20 мен 30 арасында. Яғни орналасқан деген сөз ғой енді. Қысқаша жазып кете берейін. Так, 30 бен қанша? 40. Демек, бұл жерде не болады? Бұл жерде таңдау операторы мынау диапазондардың арасын салыстырады. Яғни біздің енгізілген мәніміз, салыстыру мәні мына аралықта жата ма, соны анықтайды. Егер осы аралықта жататын болса, осыған тиісті іс-әрекет орындалады. Яғни біз тұрақтының мәнін осылай да беруімізге болады екен. Орындап көрейік. Иә, мынау жерде символ қалып кетіпті. Қазір. Мәтін болған кейін біз оларды естеріңізде болса, осындай екеулік тырнақшаның арасына шығаруымыз керек еді, жазуымыз керек еді. Иә, қайталанып кетті дейді ғой.
Мысалы үшін 35 пен 40-тың арасында. Естеріңізде болса, мен жаңа айттым, мәндер бір-біріне қайталанбау керек. Мына жерде бізде жаңа 30 болып қалды ғой. 30 мына жақта бар тұғын. Сол себепті де мынау бағдарлама қайсысын анықтау керектігін білмей қалады да, сол үшін қателік туралы бізге хабарлама шығып тұр. Естеріңізде осыны сақтап алыңыздар. Демек 31 деп қоя салайықшы, міне. Бастан орындап көрейік. Енді мысалы үшін біз 2 деген санды берсек, енгізілген сан 1 мен оның арасында. Демек мына жерде жатады ол, яғни осы оператор өзі тексереді арнайы, сөйтеді бізге орындап береді. Мысалы үшін енді 26 енгізілген сан 20 мен 30 арасында. 34 енгізілген сан 30 бен 40-тың арасында. Жақсы. Міне осындай жағдайларды ескерген жөн. Әрине бұларды сіздер бағдарлама барысында өздеріңіз жазған кезде көп қолданыңыздар. Сол кезде сіздерге бұлар негізінен түсінікті болады. Мен қазірше сіздерге осылай бағдарлама жазу барысында келеді-ау деген, мүмкіндігінше қателесесіздер-ау деген жағдайларды көрсетіп кеттім. Қолданасыздар және қателесесіздер-ау деген жағдайларды көрсетіп кеттім. Енді өздеріңіз көп практикалық жұмыс жасап көресіздер. Сонымен бүгінгі менің айтарым осы. Зейін салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.